Баршаңызға сәлем, сіздермен Сандуғаш. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын палау дайындайтын боламыз. Менің каналымдағы керемет рецептерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қажетті заттарды описанияда жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен палауымызға қажетті заттарды дайындаймыз. Менде бұл жерде жарты келі ет, орташа көлемдегі 4-5 сәбіз, 2 бас пияз және де сарымсақ. Ең бастысы бізде күріш кез келген түрін алсаңыз болады. Етті жақсылап қызартып 10 минуттай қуырып аламыз. Етіміз қып-қызыл болып қуырылды. Үстіне туралған пиязды саламыз. Оның үстіне зира, бір қасықтай себесіздер. Палаудың дәмін келтіретін негізі зира. Сосын ет пен пиязды жақсылап қуырып алған соң, сәбізді араластырып қуырамыз. Жұмсақ қылып. Он минуттай қуыру керек негізі. Үстінен бір ас қасық тұз қосамыз. Және де қайнаған суды толтырмай құямыз. Сонда етіміз жұмсақ болып піседі. Міне бізде қайнап тұрған сорпамыздың үстінен тазартылған күрішті жақсылап жуып алып, енді отты астын ашамыз. Үстінен сарымсақты саламыз. Күріштің ішінде пісетін сарымсақ өте жұмсақ әрі палауға әдемі дәм береді. Сосын осылай әр жерінен басып аламыз. Үстінен
салафанды салып, міне біздің палауымыз уже дайын. Жақсылап араластырып аламыз да тарелкаға салып жей береміз. Егер сізге осы рецепт ұнаса, арнама тіркеліп қойыңыздар.